Қазақ тілінің тарихы жайлы не білеміз? Қазақ тілін дамыту үшін қандай іс атқарылып жатыр? Қазақ тіліне қоғамда сұраныс артты ма? Бұл сауалдар осы деректі фильмнің шығуына арқау болды. Алғашқы сауалдың жауабын әлбетте тарихтың тұңғиығынан іздедік. Ұлттық мұражайда тұрған мына жәдігерлер қазақ тіліміздің қайнар көзі. Қазақ тілі көне тілдің бірі екенін сіз бен біз бағалап жүрміз бе? Күлтегін, білге қаған, тоныкөк ескерткіштері бүгін түркі әлемінің, оның ішінде қазақтың да баға жетпес мұрасы, тасқа қашалған кітабы. Әрісін айтсақ, ата-бабаларымыздың көнеден әліпби түзіп, жазу жазғанның айғағы. Биыл ғалымдар Намғон жазығынан Күлтегін мен Білге қағанның әкесі Құтлық Елтеріс қағанның бітік тасын тапты. Бұл да теңдесі жоқ тарихи сенсация. Білесіз бе, ғалымдар кез келген өркениет бір дыбысты бір әріппен белгілеп, әліпби түзгенге дейін әр жағында кемінде 2000 жыл тарихи кезеңді өтуі тиіс деген тұжырымда. Ал оған есіктен табылған тостаған, күлтөбеден табылған қыш тақтайшалары бірден бір дәлел емес пе? Бәрінен де құндысы, жазу тек мемлекет қалыптасқанда пайда болатын феномен. Сондықтан тіл елдіктің нышаны. Ал қазақ тілі алып түркі өркениетінің жалғасы. Бұл тарих бағалай білген әр қазаққа мәртебе. Елорданың төрінде қазақ тілінің жазба тарихынан сыр шертер киелі орда бар. Кезінде шартарапқа таралған бабалар мұрасы қайта жиналып, орталықта көздің қарашығындай сақталуда. Жәдігерлер арасындағы ең көнесі Ахмет Яссауи бабамыздың Диуани Хикмет еңбегі дейді орталық басшысы Жандос Болдықов. Біздің орталықта 6000-ға жуық кітаптар бар. Сирек кітаптар, оның ішінде ең құнды дегендер араб тілінде, шағатай тілінде, төте жазу жазылған қаріпмен, латын әріппен кітаптары. Қарахан кезінде Алтын Орда қазақ хандығының мойнында өзіңіз білгендей латын тілінде де көшкен уақытымыз болған. Сол латын әріпімен жазылған көптеген кітаптары бар бізде. Небәрі 4 жылда орталық мамандары бабалардың қаламынан шыққан 100-ге жуық сирек кітапты алыс жақын шетелдерден тауып, көшірмесін жасаған. Әрине бұл кітаптар қазір әр елдің жеке меншігінде жатыр, қорғауында жатыр. Бұл қазір бізге мұны оңайлықпен қазір бере қоймас, шын айтсам. Сол себепті біз қазір бүгінгі күнге көшірмесін алып, бұның нақты копиясын жасауға ұмтылыс бар енді. Енді әрине болашақта бір мемлекет тарапынан үлкен бір бізге қолдау берсе, үлкен бір қаржы мәселе шешетін болса, нұсқасын да алып беру керек негізі. Жері осы, елі осы, осында болған деп жақсы болар еді. Көне кітапқа реставрация жасау оңай шаруа емес. Табылған жәдігердің жағдайына қарай кітап арнайы газды қапшықта апталап, тіпті айлап сақталады. Әр парақты сақтап қалу үшін көне кітапты арнайы ылғалдың астында ұстау қажет. Тек содан соң әр парағы тазартылып, жуылып, кептіріліп, қайта қалпына келтірілуге алынады. Бұл процестердің барлығында тек табиғи тұздар, табиғи желімдер, былғары, жіп қолдану басты талап. Табиғи желімдер қолданамыз, оның жаңағы қосымшасы, яғни кейін сулап, ол реставрациямызды қайтадан алып тастауға болады. Бұл дәстүрлі тәсілде жаңағы айтқандай жапон қағазы, одан кейін ана желімнің аты метилцеллюлоза деп аталады. Одан басқа тағы да біз бидай крахмалынан жасалған желімді қолданамыз, күріш крахмалынан жасалған желімді қолданамыз, және оннан жасалған желімдерді де қолданамыз. Ол желімді өзіміз арнайы осы жерде қайнатып дайындаймыз, өзіміздің мамандарымыз. Көнеден жеткен әр парақты қайтадан бастапқы күйге келтіру зергердің ісімен тең еңбек. Орталық басшысы реставрация жасауға әлем бойынша тек жапон қағазы жарамды екенін айтып отыр. Бұл қағазбен жұмыс істегенде бір ерекшелігі бар. Бұл өте жақсы жерге жақсы жабысып қалады. Емнің қылдары бар. Қылдарды біз бөлген кезде қолмен ғана бөлеміз бұл қағазды. Қайшымен бөлінбей, себебі қылдар кетіп қалса, андай ұстайтын свойствосы жоғалып кетеді. Сол себепті арнайысында жыртып керек
мына қазір кісі істеп жатыр. Арнайы сонда керек жерін өлшеп алып, арнайы сонда қолмен бәрін жүртіп жабыстыра сол кісілерге. Иә, орталық басшысы қолдау табылып әлемнің түпкір-түпкірінен көне кітаптарды елге жеткізсек деген арманын айтты. Білесіз бе? Түркиядағы Осман мұрағатында 90 миллион көне кітап бар дейді. Ал мұсылмани кітапханасында барлық көне кітап цифрлық түрге көшірілген екен. Цифрлық көшірме жасау кітаптарды микрофишаға көшіруді елдегі орталықта қолға алғанын көріп қатты қуандық. Ал мына микрофиша дегеніңіз, мынау бір парақта 108 бет сияқты. Кітаптың 108 беті. Яғни бір кітабыңыз егер 500 парақтан тұратын болса, мынандай 4-5 бет қана болады. Бұның өзінің арнайы сканері бар, соның астына салған кезде мынау парақты өлкейтіп, қайтадан электронды вариантқа, болмаса қайтадан распечатка жасап шығарып алуға болады. Одан кейін мына кітап, мынау микрофишаны егер дұрыс сақтаған жағдайда, бұның өзінің арнайы температурасы бар, арнайы ылғалдылығы бар. Соны дұрыс сақтаған жағдайда бұл 500 жылға дейін сақталады. Әлбетте, орта ғасырдан қалған мұраның қазақ тілі тарихына тікелей қатысы бар. Айта кетейік, қазақ тілін ұлттық тіл деңгейіне көтерген Ахмет Байтұрсынұлының төте жазудағы қазақ әліпбиінде осы орталықтан таптық. Бұл кітап Орынборда шыққан 1914 жылы Ахмет Байтұрсыновтың қазақша әліпбиі деген әліппесі. Бұл кітапты бізге үлкен бір азаматымыз арнайы Қытай жерінен алып келді. Қытайда ол тұрған кезде осы кітапқа тауып, өте қуанышпен алып келіп, арнайы бізге сыйға тартты біздің орталыққа бұл кітап. Ендігісі бұл қазына орталықта ғана емес, еліміздің әр азаматының жадында сақталса екен. Мына бейнебаян тіл білімі институтының жас ғалымы Ермұхамед Маралбектің жақында Бакуден тапқан құнды дерегі. Бұл кадрда Ахмет Байтұрсынұлының 1926 жылы түркі тілдерінің съезіне қатысқан сәті жазылған. Тіл білімі институтының ғалымдары құнды деректі елге паш еткенін білеміз. Десе де, қазақ тілінің ұлттық тілге айналуына, қазақ тілінің жеке дара ғылым ретінде қалыптастырған ұлт ұстазы жайлы дерек қанша көрсе де артық болмасы хақ. Тіл білімі институтының ғалымдарына қазақ тілінің қазіргі кеңістігі қандай деген сауал қойдық. Оған қоғам екі түрлі пікір айтады. Бірі тіл дамымай жатыр десе, енді бірі тілдің аясы әлде қайда өсті деген пікірде. Ал ғалымдар не дейді? Қазақ тілі тәуелсіздік алғаннан кейін сол кезеңдегі тәуелсіздік алғанға дейінгі кезеңдегі кеңістігін әлдеқайда кеңейткен, оның қоғамдағы қолданыс сапасы да артқан. Енді оған мысал ретінде бізде статистикалық мәліметтер де жеткілікті. Ең үлкен түркі дүниесіндегі түсіндірме сөздіктің бірі осы қазақ тілінің түсіндірме сөздігі болған. Оны да біздің отандық ғалымдарымыз жасаған. Ол 86 жылы 10 томдық болып жарық көрді. Сол сөздікпен салыстырғанда тәуелсіздік алғаннан кезеңде шыққан қазақ тілінің үлкен түсіндірме сөздігінде сөздердің саны да және ол сөздердің мағыналық қоры да әлдеқайда көбейген, кеңейген. Қоғамның кейбір саласында қазақ тілінің қолданысы біз ойлағандай деңгейге жете қоймағанын Анар Мұратқызы айтып отыр. Сондықтан да институт мамандары қолданбалы лингвистика, әлеуметтік лингвистика, лингвоэкономика сынды қоғамның маңызды салаларын зерттеуді қолға алған. Тілдің осындай сізге капитал әкеп беретін потенциалын түсінбей отырғанымыз біз одан ұтылып жатырмыз. Мәселенке, егер сіз қазір Қазақстанда өзіңіздің тауарыңыздың немесе қызметіңіздің өтімді болуын, пайдалы болуын көздесеңіз, сіз міндетті түрде оны қазақ тілінде атауыңыз керек, қазақ тілінде жарнамалауыңыз керек. Себебі күн санап қазақ тілінде сөйлейтіндердің, қазақ тілінде қызмет көрсетуді талап ететіндердің саны көбейіп келе жатыр. Бұл жерде ешқандай да ұлттық мәселе емес, бұл мемлекеттік мәселе. Себебі қазақ тілі Қазақстан территориясында ол мемлекеттік тіл. Ұлттық тіл дамыса, ұлттық экономика дамитыны заңдылық. Бизнес өкілдері қазақ тілінің қолданысын іскерлік ортада арттыру ұсыныс емес, міндет пен парыз екенін түсінер деген ойдамыз. Қапергиялар тағы да маңызды сала. Цифрлық кеңістік дейді жас ғалым Дидар Садық.
2016 жылдан бері қазақ тілінің ұлттық корпусы деген үлкен мега жобаны жасап келе жатыр. Қазақ тілінің ұлттық корпусы бұл тілдің ақылды электрондық базасы. Ал бұл бізге не береді? Бұл корпустық құралдар, бұл үш корпустық құралдар бізге кейін Ресейдегі Яндекс Алиса секілді өзіміздің ұлттық өнімді жасап шығаруға мүмкіндік береді. Ғалымдар қазақ тілінің латын қарпіне көшуі, тіл реформасымен сабақтасып жүргені маңызды дейді. Білім саласында қазақ тілі қарыштап даму үшін ұлттық мектеп брендінің қалыптасқаны маңызды деп бастады сөзін танымал ұстаз Аятжан Ахметжан. Бір ғана елден мысал келтірейін. Әнеугінде біреулер жазды, тәуелсіз Қазақстанда ұлттық мектеп не үшін керек? Біз де онсыз да тәуелсізбіз ғой деген сияқты. Әлемдегі ең алпауыт ұлттың бірі ағылшындар ұлттық мектебін құрып, ағылшын арманы дегенімен жарысады. Ағылшын арманын орындау дейді. Ұлыбританиядағы әйгілі екі ұлттық мектеп өзінен премьер-министр шығарумен жарысады. Бізге ұлттық мектеп не үшін? Ұлттың шынайы болмысын қалыптастыру үшін ұлттық мектеп керек. Әлемде елдер қазір білім брендімен айналысып жатыр. Финляндия өзінің фин мектептері деген бренд қазір әлемде қалыптасты. Сингапур мектептерінің бренді бар. Жапон мектептерінің ежелден біз бәріміз айтамыз, ойбай Жапонияда мектеп андай екен, өйткені бренд қалыптасты. Бізде тәуелсіздіктің 30 жылында мектептің қазақ мектебі қалай болу керек деген дүниеге жауап бере алмадық, өкінішке. Ұлттық мектеп десе бізде бір жалған түсінік бар. Біреу 9-құмалақ енгізе салады да мектепке. Ұлттық мектеп жасадым дейді. Біреу домбыра деген сабақ енгізе салады да, мен ұлттық мектеп жасадым дейді. Ол қателік. Ол ұлттық мектеп деген тұтас мектептің кешені. Білім беру үрдісі, тәрбие беру үрдісі, мектептің ішкі сыртқы келбеті, мектептің қоғаммен байланысы, мектептің ұстанымдық көзқарасы, бәрі ұлттық дүние танымға негізделу керек. Енді ұлттық мектеп қалыптастыру бір күннің шаруасы емес, бір жылдың шаруасы емес. Оған бірінші кадр дайын болу керек. Оны ең алдымен оқушы емес ұстазға түсіндіру керек. Оны ең алдымен оқушыға емес мұғалімге түсіндіру керек. Ата-анаға түсіндіру керек. Қоғамға түсіндіру керек екен. Ақ сөйлеп сөмеш шыққым келеді. Енді бір 2 жылдан кейін көремін. Халықаралық болсын, республикалық болсын, ғылыми жоба, олимпиаданың барлығында көш бойында тұрған қазақ мектебіндегі сыныптың оқушылары. Содан ақ өзі саралап анализ жасайтын болсақ, біздің қазақ мектебіндегі, қазақ сыныбындағы балалардың білім дәрежесі жоғары деп мен сенімді түрде айта аламын. Қазақша оқулық, әдебиет, қазақша контент аз деген пікірге Назым Мақсатқызы бір ғана мектеп кітапханасының қорын мысалға келтірді. Тек интернетте қазақша контенттің саны аз екені рас. Бұл жұмыла атқарар ісіміз. Десе де, білмекке құмар балаға тіл кедергі емес дейді. Мұғалімдер, ұстаздар қауымы қолынан келгенше барлық білімдерін өздерінің мына ұлт тәрбиелеуде, ұлт болашағына аянбай еңбек етіп жатыр деп айтар едім мен. Өйткені 30 жылдан асқан еңбек өтілі бар мұғалім ретінде айтатыным, ұстаздар қауымы аянып жатқан жоқ, білгенін үйретіп жатыр. Бірақ бұл жерде бір әттеген-ай бәрібір отбасындағы ортаның, қоғамның рөлі басым түсіп кетіп жататыны шындық. Өзіміздің балаларымызға ұлттық білім, қазақ тіліне қарай тәрбиелеу, қазақ тілінің терең, бай жауһарын баланың бойына сіңіруге ата-ана алдымен өзі қадам жасау керек. Мектепке келгеннен кейін білім мұғалімдер тарапынан ол 100% жүзеге асатыны сөзсіз. Тіл қазына орталық мамандары қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейту басты міндетіміз дейді. Осы аралықта қолданысқа енгізілген 12 интернет платформа қазақ тілін дамытуға септігін тигізіп жатыр. Қазақ тіліндегі терминдердің бекітілген нұсқасы, бекітілмеген нұсқасы, аудармасы, сондай нәрсені көрсетуге арналған сайт. Бұл жерде мына біреу біздегі терминология комиссия бар, мемлекет жанында құрылған. Сол комиссияға тікелей хат жаза аласыздар. Мысалы, кейбір азаматтар бар белсенді. Сол кісілердің мысалы, мен бір мысал келтіре кетейін. Мысалы, СТО деген орысша
орысша аббревиатура, оның қазақша баламасын мысалы ТЖКО деп жазып жүрді ғой. Соны СТО-ны СТО деп қалдыра берейік деген бір белсенді азамат болды. Неге деген кезде ол сынған техникалық орталығы ғой деп сөйтіп. Мысалы өте тамаша керемет аббревиатура меніңше. Мамандар айтқандай, тіл үйренемін деп талпынған жанға бар мүмкіндік жасалған. Халықаралық стандарттарға сай әдістемелі құрал деңгейге бөлінген. Оның электрондық нұсқасын сайтқа жүктеп қойған. Тіл қазына орталығынан шыққан әмбебап оқу құралын айтуымызға болады. Ол бізде биыл тұсаукесері өтті, апробацияда өтіп жатыр. А1, А2 деңгейлерінде, мына жерде қарайтын болсаңыздар. Неге әмбебап оқулық? Себебі ол бізде 4 тілде жазылып отыр. Қазақ тілінде, орыс тілінде, түрік тілінде және ағылшын тілінде. Яғни ішіндегі тапсырмалары, түсіндірмелері осы тілде жазылып отыр. Ішіндегі дизайннан бастап контенті, оның ішінде қолданатын барлық сандық технологияларды да қолдандық. Мысалы үшін жаңа тыңдалым мәтіндері QR кодтар арқылы берілген. Мысалы, мынау бір модульдің ішінде 4 тақырып бар. Бізде енді 4 негізгі тақырып және тарауды қайталау. Міне. Грамматикада өте жеңіл тұрғыда берілген. Өте жақсы, бастаңыздар. Айналамыздан байқағанымыз қазіргі уақытта қазақшаға сұраныс бұрынғыдан артқан. Қазақ тілін оқытатын курстардың қатары әлде қайда көп, яғни сұранысқа ұсыныста көбейген. Бірі сөйлеу клубтарын ашса, енді бірі қазақ тілінің грамматикасынан дәріс береді. Бірі интернеттің әлеуетін ескерсе, енді бірі қазақ тілін трендке айналдырудың тетігін арттыру керектігін айтады. Бәрінен де қазақша контент ауадай қажет екен тіл жанашырлары бір ауыздан айтып отырғанын жай. Қазақ тілі курстарының маңыздылығы жайлы осы салаға 20 жылдан астам уақытын арнаған Төлеу Көккөзқызынан сұрадық. Қазақ тілін 3 айда үйрену мүмкін емес. Қандай да тілді 3 айда үйрене алмайсың. Тек қана шаблонын үйренесің. Ал нағыз санаң бәрі қазақы болып, қазақ тілін нағыз өз деңгейінде үйренем десең, оған ғұмырың да жетпейді. Бірақ, мен бұны үйрене алмайды екенмін деп тоқтау керек жоқ. Үйрене беру керек. Енді мынау тілдің өзіне келейік. Мен жаңағыма ашып тілдің диаграммасын іздедім. Құдай-ау, бұл не нәрсе сондай? Алдымен нені үйрену керек екен осы? Деп сөйтсем, мынау 100% диаграмманы аламыз ғой. Соның 47% тек қана тыңдалымға келеді екен. Қай тілде болмасын. Сонда біз бірінші құлақты үйретуіміз керек екен тілге. Одан кейін жазу, сызу ең аяғында қалады. Одан кейін лексика, сөйлеу, дұрыс айтылым, содан кейін қалғаны. Оған дәлел. Мынау 2 жасар, 3 жасар баланың ғалымдар зерттепті. 2500. Ал енді балаларын дамытатын отбасылар болады ғой. Оларда 3 жасқа келген бала 3,5 сөз меңгеріп, сөйлемді дұрыс құрап, коммуникация құратын жағдайға келеді екен. Қалай? Не жазу білмейді, не сызу білмейді, құлақпен үйренген. Төлеу Көккөзқызы қазақ тілін үйренуге талпынған адамның ұмытылысын орта жолдан қақпайық. Сын емес, бізден қолдау қажет деген ой көпшілікте басым болса деген тілек айтты. Сосын мына көшеге шыққанда қарасаңыз, мынау фон, дыбыстық фонымыз қазақ тілді болып келеді. Өте көп. Ол ненің айғағы? Ол мынау осы 30 жылдан азды көпті істеген жұмысымыздың айғағы. Ол бір. Екінші, ол нені меңзеп тұр? Ол біздің тіліміздің келешегін меңзеп тұр. Келешекте бәріміз қазақша сөйлейміз. Қазақша сөйлеуге ынталылардың қаншалықты артқаны жайлы қолымызда нақты статистика жоқ. Ол қайталай. Бірақ тіл үйрету курстарында қазақша үйренгім келеді деп келіп жатқандар саны аз емес екенін байқадық. То есть надо быть максимально искренним с собой и изучать язык через то, к чему у тебя лежит душа. Я, например, начала с музеев.
Я оббегала все тут музеи, и читаешь что-то, и не понимаешь, и начинаешь потом узнавать. Прям вот по SSD там смотришь, как это переводится. Кто-то ходит в торговые центры, ничего страшного, нужно просто вывески тогда читать, и что-то тебе непонятно, сколько стоит, как называется вещь, вот через это. То есть максимально искренне подойти к себе, потому что через «не хочу» никогда ничего не выучишь. Я вот для себя нашла, у меня культура. Это настолько меня поразившая вещь, что я сразу стала. Название улиц, как мы вот живем на какой улице, Керей Женебек Кандар, кто это такие, как это, и все, и пошел изучение языка. Мен алғашқы өмірді жылдадым Өзбекстан Республикасы Ташкент қаласында болды. Сол жерде ата-анам бізге орысша тәрбие берді, анам орыс тілді болды. Содан біз Қазақстанға көшіп келген кезде менің папам, мен Қазақстанға жайдан жай көшіп келген жоқпын, 4 баланың бәрі қазақша сөйлеу керек деген оймен келдім. Сондықтан мен бүкіл барлық балаларымды қазақ тілінде білім алуға беремін деді. Мысалға мен өзім қазақ тілін білу арқылы мен кез келген жерде жұмыс істей аламын. Ол мемлекеттік орган болсын, ол аралас мектеп болсын, ол қазақ тілді мектеп болсын, ол орыс тілді мектеп болсын, себебі мен тілді білем. Мен кез келген жерге өзімді, как орысша айтқанда, уверенно дейді ғой, я өзімді шыңдап, кез келген жерге мен бара аламын. Себебі мен өзіме өзім сенімдімін. Ал мысалға мен қазақ тілін білмесем, онда мен аралас мектепке директордың орынбасары болып келе алмас едім. Сондықтан мен ойлаймын, тілді білу керек. Әрине, ол мемлекеттік тіл болғандықтан, болашақ мемлекеттік тілде, сондықтан біздің қазіргі жастарымыз бәрі мемлекеттік тілді үйрену керек. Я очень много музыки знаю и Абая, и народную музыку, казахскую я знаю. И Хасангалиева, и Мухамеджанова, и Шамши Қалдаякова. Все это известные мне информации с известной очень песни. Но сейчас, изучая язык, ко мне приходят тексты. И это важно, и это совсем другое впечатление, и это совсем другой посыл. У меня вообще был мотиватор один изучения казахского языка. И как ни странно, это Турсунбек Абатов. Я просто лично с ним знакома, это мой приятель. И когда я слушала его выступление, мне очень захотелось понимать. Я понимаю, но это вот 30-40%. И мне так захотелось понимать все, что он говорит, потому что этот артист, это мой кумир, я им восхищаюсь. И изучение языка, вот на изучение языка он реально меня сподвигнул. То есть это вот мой мотиватор с его творчеством прийти и изучать казахский. То есть я хочу знать казахский так, чтобы понимать Турсунбека Қабатова. Все. Маған түрлі клиенттер келеді. Біреу қазақ тілінде сұрайды, біреу орысша айтады. Мысалы, мына жерде менде ыстық шай деп жазылып тұр. Осы бір ғана жазудың өзі маған қаншама клиенттер әкелді. Басында ыстық шай деген не деп сұрайтындар болды. Қазір бәрі біледі. Енді жасыратын ештеңе жоқ. Қазіргі таңда тіліміз шұбарланып тұр ғой. Арасында енді қосамыз. Таза қазақша жүргіземіз деп айтсам, енді өтірік айтқан болам. Енді арасында орысша сөз қосылады. Жаңа осы бағдарламаға келер алдында қарап отырмын. Тіпті мен мына жаңа қораптағы этикеткаларымның өзі орысша жазылған екен да. Енді оны алдағы таңда мен қазақшаға өзгертемін деген ойдамын. Оған бұрын мән бермеппін. Бүгін түнгі таңнан бастап мен ана этикетканы өзгерткім келіп тұр қазір. Жаңағы сөздердің барлығын қазақша жазып, орысша пассиланы астына кішкене жазса болады, кішкентай қылдырып. Пассила деп. Үстіне негіз қақ деп жазу керек екен. Ол ойды түйдім қазір мен. Бұрын көп нәрсеге мән бермеппін. Өзі 4 балам бар. Соның кішкентайы орысша сөйлейді. Оғанда да бұрын мән берген жоқпын. Кейіннен Ахмет ұлт ұстазы деген кино шықты. Сол фильм, сол көркем фильм, менің көз қарасымды 180 градусқа өзгертті десем болады. Жек көру емес, біреуді, бірақ қазақ тілін содан кейін қатты қадірлей бастадым. Енді бұрында да қазақша сөйлеймін ғой, бірақ орысша сөз қосам, жаңағы сондай нәрселерге онша мән бермейтін.
Ал мына жігіттің есімі Саид Амин, ұлтым тәжік, қазақша әзірге 70-80%, тілді достарымнан үйрендім дейді. Я бы мог рассказать вам стих Ахмеда Байтурсынова «Сөз иесінен». Рассказывать? Ахмед Байтурсынов «Сөз иесінен». Зындап ұшқан мынау біздің маса, сап-сары аяқтары ұзын маса, өзінен біткен түсі өзгерілмес, дегенмен қара яки қызыл маса. Иә, сөз соңында айтарымыз. Ең бастаса, қазақ елінің әр азаматы қазақ тілін біліп, қазақ тілін төрге шығарса дейміз. Бас бармақ балан ерек, ортан керек, жылтыр шемек, үштен тайпып. Қазақ тілі елдіктің нышаны, халықтың жаны. Қазақ тілін ел ана тіл деп тегіннен тегін айтпайды. Сондықтан бесік тербеткен әр ана бөбегіне әлдейін ана тілінде айтса дейміз.